Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 2-ші сынып. Әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Қазақ тілі пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын адасқан әріптер ойынын ойнаймыз. Яғни бұл жерде орналасқан әріптерден сөз құрау арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Жарайсыңдар балалар, жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта біз білетініміз мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтаймыз және түбір мен қосымшаны ажырата аласыңдар. Ал балалар, тиісті қосымшаны жалғау ойынын ойнайық. Теңіз, ші, ұшқыш, баскетболшы, қобызшы, кітаптар, билер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Өте жақсы. Яғни балалар, түбір сөзге жұрнақ та жалғау да жалғана береді. Жұрнақ бұрын, жалғау жұрнақтан соң жалғанады. Мысалы, жұмысшылар, оқулықта, ұшқыш пен. Есте сақтаймыз. Енді 82-ші жаттығуға назар аударамыз. Яғни тақырыбына қарап, нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы. Денің сау болсын десе. Яғни мынандай тапсырмаларды орындайсыңдар. Автордың айтқысы келген негізгі ойын табамыз. Өзің осы айтылғандарды орындап жүрміз бе? Және нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына талдайсыңдар. Ал енді балалар, орындап болсаңдар, назар аударамыз. Үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі, яғни шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы өте керек екенін ұмытпаймыз. Дұрыс орындады деп ойлаймын балалар. Енді 84-ші жаттығуды орындаймыз. Өлеңді көшіріп жазасыңдар және осы қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдайсыңдар. Яғни бұл жерде жұрнақ пен жалғауды табамыз. Енді тексереміз. Қарамен жазылған сөздер: ізгіліктен, ізгі түбір, лік жұрнақ, тен жалғау. Жүрегімнен, жүрек түбір, жалғау, нен жалғау. Адамдарды, адам түбір, дар жалғау, ды жалғау. Жарайсыңдар балалар. Осылай орындады деп ойлаймын. Ал енді балалар, сабақты қорытындылау үшін берілген сөздерге жұрнақ пен жалғаудың қатарын жалғап айтасыңдар. Дұрыс орындады деп ойлаймыз. Әншілер, білгіштер, шахматшылар, футболшылар. Бәрекелді. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта мен жұрнақ пен жалғау туралы көп білдім. Екінші, мен жұрнақ пен жалғауды салыстыра аламыз. Үшінші, жұрнақ пен жалғауға мысал келтіруді үйрендім. Үйге тапсырма: ережені жаттап, 35-ші беттегі 85-ші жаттығуды орындаймыз.